Қарасай жерінде инвестициялық әлеует қарқын алып келеді. Оның бір айқын дәлелі Көкөзек ауылында ашылып жатқан мына бір сіздер көріп тұрған өндірістік әрі қоймалық кешен. Бұл компания алдағы уақытта 1000-нан астам адамды жұмыспен қамтып, Алматы облысының аумағында көлік логистика саласын дамытады. Бүгінгі күні Алматы облысы көлік логистикалық хаб ретінде қалыптасып келе жатыр. Санаттағы қоймалардың өзі біз 44 есе арттық осы соңғы 3 жылда. Бүгінгі күні соның тағы да бір көрінісі осы Меркурий логистик қоймалары ашылып жатыр. 40 000 квадрат. Бұл жердің әрине ерекшелігі басқаларға қарағанда бұл жерде әртүрлі температуралық қоймалары бар. Осындай жай қоймадан бастап минус 24-ке дейін. Дәрі-дәрмек, азық-түлік бәрін сақтауға мүмкіндік береді. Ол не деген сөз? Ол деген бізде ішкі нарықтағы бағаларды тұрақтандыру, кейіннен бұл жерде оны упаковка, маркировка, этикетка сондай жұмыстарды жүргізілетін болады. Бұл осы Алматы облысында қалатын қосымша пайда. Өйткені бұрын осы жолмен ары қарай басқа облыстарға, басқа көрші мемлекеттерге тауар жүрсе, қазір осы жерде тоқтап, кішкене болса да өңдеу өтеді. Ол ары қарай жылжиды. Сол кезде тек қана жол үшін ғана төлемдер болмайды. Бұл жерде тағы да бір қосымша құн қалатындай болып тұр. Логистикалық көлік потенциалды арттыру деген дәл осы маңызда. Кейіннен әрине бұндай складтар жақсы жұмыс орын береді. Бұл жерде қазірдің өзінде 135 адам бастап кезінде жұмыс істеу бастады. Ал жалпы 1200-ге дейін. Кіріс туралы айтсақ, бір жағынан салықтар, екінші жағынан осы жерде кім товар сақтайды, ертең олармен де жұмыс жүргіземіз. Өйткені бұл жерде тек қана қойма емес, бұл жерде офисті де арендаға алуға мүмкіндіктері бар. Сол себептен олар осы Алматы облысының салық төлеушілері, Алматы облысының өндірушілері болған соң салықтары да осында түсетіндей болады. Сондай бір жақсы нысан тағы да пайда болды деп айтамыз. Біздің тек қана облысқа, Алматы қаласына емес, жалпы Қазақстанның түкпіріндегі облыстар мен Өзбекстан, Қырғызстанға да бір жеңілдік әкеледі. Өйткені логистика дұрысталған сайын баға тұрақтанады, баға түседі. Сондай.